Мен бала кезімде болған оқиға туралы айтуды жөн көріп тұрмын. Қазіргі күні де көлеңкелі тұсы көп сол бір оқиғаға қандай баға беретінімді де білмеймін. Ол кезде мен 5 сыныпта оқитын едім. Жер кең болғандықтан ба, ауылдағы үйлер бір-бірінен алыс жататын. Солтүстік жағымыздағы көршінің үйі біздің үйден 100 метрдей қашықтықта болатын. Бір-бірімен аралас-құралас болып жатқан ауыл адамдары сол үйге көп бара бермейтін. Неге екенін қайдам, әйтеуір сол үйде ұрыс-жанжал жиі болып тұратын. Үй иесі шабандоз Ермұрат жауырынды, бойшаң келген көрікті кісі еді. Ал әйелі Тұрсынай апа бойы кішкентай және өңсіз болатын. Өте жуас кісі еді. Кейде Ермұрат ішіп келіп, соққыға жығып тастаса да, көшеге шығып қашпайтын. Төркініне де кетіп қалмайтын. Бет-аузының көгергені қайтқанша үйден де шықпайтын. Сол кісілердің тұрмысқа шыққан бір қызы, ер жеткен бір ұлы болды. Қызы әкесіне тартқан сұңғақ, ақ құбаша келген әдемі. Ал ұлы анасына тартқан болу керек, аласа бойлы, өңсіздеу әрі жуас жігіт болатын. Үлкендердің айтуына қарағанда, Ермұрат жетім өскен. Ет жақын туысы да жоқ. Қалың мал төлеп алуға шамасы болмаған соң, бір кедей тұратын кісінің қызына үйленген. Тұрсынай апа қанша таяқ жесе де төркініне кетіп қалмайтынын көпшілік сонымен түсіндіретін. Үлкендер Ермұраттың ішіп алып әйелін жиі ұратынын менсінбегендіктен деп топшылайтын. Бүгінгі күні ойлап қарасам, расымен де екеуі бір-біріне тең емес сияқты көрінеді. Біз 5 сыныпты бітірген жазда Ермұрат ұлы Пашанды үйлендірді. Ел-жұрттың айтуына қарағанда, бұрыннан бесік құда болған. Қыздың әкесі де шабандоз болған екен. Бірақ ол қызы бой жеткен шақта өкпе ауруынан қайтыс болған көрінеді. Берген сертін бұзбай, қызын Ермұраттың баласына беруді әйеліне аманат етіп кетеді. Әйелі де күйеуінің аманатына қиянат жасамай, қызын Ермұраттың баласына ұзатады. Пашанның келіншегі Бәтима қос бұрымы белден төмен түскен сұлу келін еді. Бойы да Пашаннан ұзын болатын. Елдің бәрі қызығып қарайтын. Кейбір көре алмайтындар, бойында бір кемшілігі бар шығар, әйтпесе мынаған қалай тиіп жүр деді. Енді бірі, есі дұрыс емес екен, көтеріліп ауырады екен деп те өсектеп жүрді. Бірақ Бәтиманың кемшілігін де көтеріліп ауырғанын да көрмедік. Сол жылы күзде Тұрсынай апа ауырып үйден шықпай жатып қалды. Баз біреулер Ермұрат ұрып майып қылып тастапты деді. Не болғаны белгісіз, Тұрсынай апа қыста қайтыс болды. Ермұрат көкпар шауып нәпақа табатын. Сол кездері әр демалыс сайын көкпар болып тұратын. Ермұрат көкпардан еш құр қол қайтпайтын еді. Кейде киіз, кейде кілем, кейде мал олжалап қайтатын. Ал Пашан үйінің малын бағатын. Күн ұзақ далада жүреді. Ондай кездерде үйде Ермұрат пен келіні қалатын. Күндердің күнінде Ермұрат келінімен көңілдес екен деген сөз шықты. Бұл сөзге біреу сенсе, біреу сенбеді. Сол сөз Пашанның да құлағына жеткен болу керек, анасының жылы болмай жатып ол асылып өлді. Пашан өлгенде Бәтиманың бойында ештеңе болмаған. Яғни аяғы ауыр болмаған. Сондықтан ауыл адамдары Пашанның жетісі өткен соң Бәтима төркініне бір жола кететін шығар деп күтті. Алайда Пашанның 40 өткен соң да Бәтима кетпеді. Гүгу әңгіме одан сайын өршіді. Күйеуінің жыл өткенін күтіп жүрген шығар деп Бәтимаға аянышпен қараушылар да болды. Бүкіл ауылдың әңгімесі сол үй төңірегінде өрбитін. Арадан 7-8 ай өткенде Бәтима үйден шықпайтын болды. Бұрында көп бара бермейтін ауыл адамдары Пашан өліп, өсек аяң көбейген соң ол үйге бас сұғудан қалған. Бәтиманың жағдайын білейін деп барған көрші әйелі тал түсте қайын ата мен келіннің төсектес болып жатқанының үстінен түседі. Сол күні-ақ ол әңгіме бүкіл ауылға тарады. Ол әйелдің өсек аяңға жақын екенін білетін ауыл адамдары
бұл әңгімеге сенер-сенбесін білмеді. Алайда көп ұзамай шындықтың беті ашылды. Арадан 2 ай өткенде Пашанның жылын берді. Құдай асқа барған ауыл адамдары Бәтиманың аяғы ауыр екенін өз көздерімен көреді. Бір қызығы, бұған дейін Бәтиманы жерден алып жерге салып келген ауылдастары енді оған аянышпен қарады. Бар кінәні Ермұраттан көрді. Ақсақалдар жиналып, Ермұратты ауылдан көшіру керек деп шешті. Бірақ Ермұрат Бәтиманың ай күні жақын екенін айтып, біраз уақыт беруді сұрады. Көп ұзамай келін Бәтима ұл тапты. Қанша кінәласа да, ауыл әйелдері барып Бәтимаға аяқ-қолын бауырына алуға көмектесті. Ауыл ақсақалдары да, баланың буыны қатқанша көш деп мазаламайық деді. Бір күні Ермұрат ауыл ақсақалдарын үйіне шақырып кешірім сұрады. Батасын беріп, молдаға Бәтима екеуінің некесін қиюға рұқсат беруді сұрайды. Мұндай өтінішті күтпеген ақсақалдар алғашында абдырап қалады. Біреу олай дейді, біреу былай дейді. Әйтеуір, ең соңында Ермұрат пен Бәтимаға бата беріп, некесін қию керек деп шешеді. Содан кейін арадан 3 жыл өткенде Ермұрат пен Бәтима 2 баласымен басқа жаққа көшіп кетті. Бәлкім, өздерінің бастан өткергендерін есейгенде ұлдары естімесін деген шығар. Осы оқиғаны жазып отырғанда бойымда кінәлаудан гөрі кешірімділік басым болғанын байқадым. Ал мұндай жағдайға кешіріммен қарауға бола ма? Сіздердің ойларыңыз қалай? Қайын ата мен келіннің бас қосқандары дұрыс па әлде бұрыс па?